Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 22-сі. Сабақтың тақырыбы қағаздан ойыншық жасадық. Мы сделали из бумаги игрушку. Сұрақтарға жауап береміз. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Сенің тегің, фамилияң кім? Как твоя фамилия? Сен нешінші сыныпта оқисың? Ты в каком классе учишься? Сен қайда тұрасың? Где ты живешь? Сенің жасың нешеде? Сколько тебе лет? Сен қай көшеде тұрасың? По какой улице живешь? Сенің досың кім? Кто твой друг? Қазір жылдың қай мезгілі? Какое время года сейчас? Вы должны ответить: қазір жылдың қыс мезгілі. Қыста не болады? Что бывает зимой? Қыста қар жауады, күн суық, аяз болады, боран соғады. Қыста балалар не тебеді? На чем катаются дети зимой? Қыста балалар шаңғы тебеді. По нашей теме қағаздан ойыншық жасадық. Жаңа сөздер, новые слова. Қию, резать. Қылқалам, кисточка. Ілу, вешать. Өрнек, узор, орнамент. Мы еще знаем слово ою, тоже переводится узор, орнамент. Бояу, краска. Есіне сақта, запомни. 19-шы бет, 19 страницы. По лицам с личными окончаниями. Мен қидым, бүктедім. Я вырезал, складывал. Например, бумагу, да, бүктедім. Во втором лице прошедшее время глагола. Что делал? Сен қидың, бүктедің. Ты вырезал, ты складывал. Сіз қидыңыз, бүктедіңіз. Вы вырезали, складывали. Ол қиды, бүктеді. Он вырезал, складывал. Теперь во множественном числе. Біз жапсырдық. Мы заклеивали. Мы заклеили. Сендер жапсырдыңдар. Вы заклеили. Сіздер жапсырдыңыздар. Вы заклеили. Олар жапсырды. Они заклеили.